Баршаңызға сәлем. Бүгін біз өте жұмсақ, сүзбе қосылған осындай тоқаштарды жасаймыз. Салмасын әртүрлі етіп жасасаңыз болады. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаймыз. Алдымен сүтімізді жақсылатып жылытып аламыз. Одан кейін біраз қасық аштығымызды қосып, жақсылап араластырып, көтерілуге алып қоямыз. Екінші ыдысымызға қалған ингредиенттерімізді қосамыз. Ол үшін бізге сүзбе қажет. Сүзбенің кез келген пайызын қоссаңыз болады. Негізінде бірақ сүзбені ұсақ түрін пайдаланған жақсы. Одан кейін оған қантымызды, бір жұмыртқамыздың барлығын қосып, шанышқының көмегімен осылай барлығын жақсылап видеодағыдай асықпай араластырып аламыз. Бұл тоқаштар бір жасағаннан ақ өте дәмді жұмсақ болып шығады. Сол себепті еш күмәнданбаңыз, ең бастысы дәл құрамдарын дәл салсаңыз болғаны. Енді мінекей біздің масамыз араласып болғаннан кейін микроволновкада ерітілген сары майымызды қосып, венчиктің көмегімен жақсылап тағы да барлығын осылай араластырып аламыз. Жақсылап барлығы араласып болған соң, енді сүт пен аштығымызды осылай құйып жақсылап араластырып алатын боламыз. Келесі кезекте ұнды қосамыз. Ұнды мен 450 граммдай өлшеп алдым, бірақ та оның барлығын салмаймыз. Жарты бөлігінен көп бөлігін осылай салып, қажетінше салып отырамыз. Өйткені қыздар, ұнның құрамы әркімде әртүрлі. Сол себепті барлығын бірден салып жіберсеңіз, ол сізге ұн көп болуы мүмкін. Сол себепті қажетінше осылай араластыра отырып, асықпай салған жақсы. Егер де сіздің қамырыңыз жұмсақ болғанын қаласаңыз, онда осындай силиконды қасықтың көмегімен араластырған жақсы. Сол кезде алғашқы ұн салған кезде сіздің қамырыңыз өте тығыз болмайды, үлпілдек, жұмсақ болып шығады. Дайын болған қамырға енді иісі жоқ, біраз қасық болатындай сұйық майды қосамыз. Сұйық майды міндетті түрде иісі болмау керек, әйтпесе ол қамырға кәдімгідей әсер ететін болады. Сұйық майды осылай құйып, жақсылап тағы да елеп алатын боламыз. Мінекей бізде жұмсақ болып шығатын қамыр пайда болды. Енді бетін жауып, көтерілуге алып қоямыз. Қамыр 1 сағаттан кейін жақсылап көтерілетін болады. Енді тағы да бір басып жеріп, видеодағыдай түйетін боламыз. Арасына варенье қосатын болсаңыз, онда сұйық болса, бір ас қасық крахмалды қоссаңыз болады. Сгущенкамыз шығып кетпейтіндей осылай түйетін боламыз. Бетін жауып көтерілуге алып қоямыз. Көтерілгеннен кейін жұмыртқаның сарысын бетіне жағып, сол кезде біздің тоқаштарымыз қып-қызыл болып шығады. 180 градуста 25-30 минуттай қызарғанша жақсылап пісіріп алатын боламыз. Видео ұнап жатса, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Біздің тоқаштарымыз осындай жұмсақ, үлпілдек болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сонымен қатар комментарийға өз ойыңызды жазсаңыз да болады. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.